Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Қазақ әдебиеті пәні бойынша онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тарих тағылымы деп аталатын бөлімдегі Жәркен Бөдеш деген әдебиет тұлғасымен таныс боламыз. Және Жәркен Бөдештің өмірімен, шығармашылығымен таныс болып хабар аламыз. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сабақтың мақсаттарына тоқталып кетсек. Бүгін біз сіздермен әдеби шығарманың тұжырымдамасымен жұмыс жүргізу, көркем шығармадағы образдар жүйесіне талдау жасау арқылы шығарма үзінділерін саралау және тұжырымдау. Сабақ мақсатынан бағалау өлшемдері шығып тұр. Әдеби шығармаға сюжетті композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсінеміз. Осы мақсатқа жету үшін алдағы берілген тақырыптарды жақсы меңгеріп алуымыз керек. Суретте кім бейнеленген? Кішкене ойланып көрейік, миымызға шабуыл жасайық, сын тұрғысынан ойлайық. Дұрыс айтасыздар, суретте бейнеленген тұлғамыз, яғни бүгінгі өтетін тақырыбымыздың басты тұлғасы бұл Жәркен Бөдешұлы. Жәркен Бөдешұлы 1944 жылы 15 мамырда Тарбағатай аймағында Толы ауданында Жауыр тауында дүниеге келген. Азан шақырып қойған аты Жармұхамед, яғни қазіргі таңда әдебиетте Жәркен Бөдешұлы болып танылған болатын. Әдебиет саласына 21 ғасырдағы өзінің үлесін қосқан тұлғаларымыздың, жазушыларымыздың бірі десек те болады. Жәркен Бөдешұлының қазіргі таңда бізге таныс көптеген шығармалары бар. Жеткен жетістіктерінен бастайтын болсақ, Жәркен Бөдешұлы халықаралық Алаш әдеби сыйлығының және түркі тілдер елдеріндегі поэзиясыдағы 2-ші фестивалінің лауреаты атанған. Сәтпаевтың 150 жылдық мерейтойына арналған халықаралық мүшәйраның бас жүлдегері болған. Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығында бөлім меңгерушісі болған. Қазір Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының әдеби кеңесшісі. Және де мерзімдік басылымдарда және мемлекеттік кітап палатасында жауапты қызметкерлер қызметін атқарады. Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының бөлім меңгерушісі, қазіргі Қазақстан Жазушылар одағының басқармасының әдеби кеңесшісі. Сәтпаевтың 150 жылдық мерейтойына арналған халықаралық мүшәйраның бас жүлдегері атанған. Алаш әдеби сыйлығының және түрік елдеріндегі поэзияның 2-ші лауреаты. Шығармаларына тоқталатын болсақ, Жәдеш Бөдешұлының Көшке құрақ өлеңдері мен поэмалары Жалын баспасына 1979 жылы басылып шыққан. Қос қанат өлеңдер жинағы Жазушы баспасына 1982 жылы басылып шыққан. Зейін өлеңдер мен поэмалар жинағы 1984 жылы жарық көрген. Аспан дауысы, яғни өлеңдер мен поэмалар жинағы Жазушы баспасына 1985 жылы басылған болатын. Нұрлы бояулар, өлеңдер мен поэмалар және портреттері 1988 жылы басылып жарық көрген еді. Жұлдызды орнын ай бермес өлеңдер мен поэмалары Сөзтан, яғни 1996 жылы жарық көрген. Емендер түнде бүрлейді 2001 жылы Алма ана тілі деп аталатын баспада шыққан болатын. Бәрінің асығы Жазушы баспасына 2005 жылы жарық көрген. Және де Бұрылыс сөздік, яғни аударма ісіне қатысты кітабы 2007 жылы басылған болатын. Яғни шығармаларын көріп отырғандай әртүрлі бағытта, әртүрлі жанрда жазылған шығармалар, өлеңдер мен поэмалары біраз әр баспада әр жылы өзгертіліп жазылған болатын. Әр алуан басылымдарда ақынның аңырақай беттеріндегі ой, Қырауыл төбе, генерал Жахан Дудаев,
от пен су сосос Қазақстан қорының жүлдесі берілген. Тас бесік, бостандықтың басы, шер, жалғыз атты дастандарын жарияланған. Одан бөлек Аңырақай беттеріндегі ой, Қарауыл төбе, генерал Жақып Дудаев, от пен су және де жалғыз деп аталатын керемет туындылары, дастандары жарық көрген, яғни жарияланған десек те болады. Сабағымызды қорытындылай келе, бүгін біз сіздермен Жадеш Бөкешұлының өмірі мен шығармашылығымен таныс болдыңыздар. Көптеген поэмалары, өлеңдері, баспаларға басылған өлеңдер жинағы, поэмалар жинағы бар екен. Біз келесі сабағымызда осы тұлғамыздың жалғыз деп аталатын поэмасымен таныс боламыз. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар. Міндетті түрде сабақтың ұнағанын кері байланысқа шығып, өздеріңіздің рефлексияларыңызды білдірсеңіздер болады. Сабақ осымен аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.